Желіде сұмдық ақпарат тарады. Барша сақ болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазып өтіңіз. Видео астына бірден лайк және жазу түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы еткіземіз. 4 жылда тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 869 адам көз жұмды. Аида Балаева. Соңғы 4 жылда елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 900-ге жуық адам көз жұмған. 2000-нан астам адамның денсаулығына ауыр зиян келген. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева айтты. Оның сөзінше, өңірлерде 68 отбасылық қолдау орталығы жұмыс істейді. Оның 19-ы уақытша баспанамен қамтамасыз етеді. Бірақ орталықтардың жұмысы біркелкі емес. Сондықтан келер жылдан бастап отбасын қолдау орталықтарының барлығына бірыңғай жұмыс тәсілі енгізілмек. Видеоларымыздан көбірек адам хабардар болу үшін жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.